Ойнада біл каналына қош келдіңіздер. Бірінші деңгей, бірінші сұрақ қайсысы артық? Дұрыс, жауабы телефон. Екінші сұрақ логика. Электр пойызы шығысқа қарай жүріп барады. Түтін қай жаққа кетеді? Жауабы түтін жоқ, электр. Үшінші сұрақ, жылдам ойла. Қолыңда 10 саусақ бар. 10 қолда неше саусақ бар? Жауабы 100. Төртінші сұрақ, қайсысы дұрыс жазылған? Жауабы кітап. Бесінші сұрақ, бұл кім? Жауабы Ыбырай Алтынсарин. Екінші деңгей, бірінші сұрақ, қайсысы жылдам? Дұрыс, жауабы қоян. Екінші сұрақ логика. Сен жарыста екінші орындағы адамды басып оздың. Қай орындасың? Жауабы екінші орын. Оның орнын өзің алдың. Үшінші сұрақ, жұмбақты тап. Түнде көресің, күндіз көрмейсің. Ол не? Жауабы ай. Төртінші сұрақ, артығын тап. Қайсысы тірі емес? Дұрыс, жауабы тас. Бесінші сұрақ, бұл кім? Жауабы Шоқан Уәлиханов. Үшінші деңгей, бірінші сұрақ, қайсысы артық? Дұрыс, жауабы қияр, ол көкөніс. Бір бөлмеде 5 адам. Әр қайсысы бір-бірімен қол алысса, неше қол алысу болады? Дұрыс, жауабы 10. Үшінші сұрақ, бұл кім? Жауабы Тоқтар Әубәкіров. Ол қазақтың тұңғыш ғарышкері. Төртінші сұрақ, жұмбақты тап. Қыста ақ, жазда жоқ. Ол не? Дұрыс, жауабы қар. Бесінші сұрақ, жылдам тап. Әлемдегі ең ұзын өзен. Дұрыс, жауабы Ніл өзені.